Екі қазақ басы қосылса, қарға тамырлы қазақ бола қалады. Тіпті неліктен қарға, неге басқа емес деген намысымызды бір жанып өтетін сұрақтар мазалайды. Мағынасын түсінбеген соң бұрынғылар бірдеңе білген шығар деп жылы жауып қоя саламыз. Ал сөздің төркіні тым тереңде жатыр. Қазақ неліктен қарға тамырлы? Дәл осы сөз тіркесіндегі қарға сөзі баршамызға белгілі құстың емес, өсімдіктің атауы. Нақтырақ айтқанда қарғакөздің. Қарғакөз негізінен еліміздің қылқан жапырақты ормандары мен өте ылғалды өңірлерінде өседі. Тамыры өте терең, әрі ию-қию баттасқан шырмауық секілді. Оның үстіне улы болғандықтан қазақ өзін осы өскіннің тамырына теңеген. Себебі қазақтың қай шежіресін қолың алсаң да шеті мен шегін таба алмаймыз. Ал оны жөн білмес біреу тарқатса, онда тұтас ел улануы мүмкін. Ал тұтас атау қысқарып, жаңаша мәнге ие болған. Тұмса табиғатпен үнсіз тілдескен қазақ халқы дала сырын жанашырындай ұқпаса, осындай нақтылыққа сүйенген ботаникалық немесе биологиялық ақпаратты білер ме еді? Бұл біздің сөз, ал сіз өз сөзіңізді ортаға салыңыз.